Күң әйелден гүл әйелге. Тұрмыс таршылығы, үнемі жетіспеушілік, 3 баланы жалғыз асырау Айжанның жүйкесін жұқарта бастады. Кезінде оқуды қызыл дипломмен бітіріп, жалындап тұрған қыздың қазіргі өмірі расымен де аянышты. Жазмыштан озымыш жоқ деп, күйеуі асқазан жарасынан 1 жыл бұрын қайтыс болды. Айжан үшін бәрі бір-ақ сәтте көрген түстей болды. Мақсаттың мына жалғанда жоқтығына әлі сене алар емес. Жер алып, келер көктемде үй соғамын деген арманы орындалмай кетті. Мақсат бар кезде қиындықтың ауыр жүгін сезбеген келіншек, осы күнде қара жұмыстың қамытын киюде. Балалары әлі кішкентай. Үлкені мектеп табалдырығын енді ғана аттады. Кенжесі 2 жаста. Тұрып жатқан жерлері де мәз емес. Жер үй болғанымен жағдайы жасалмаған. Ағайындардың көмегімен күйеуінің асында өткізді. Өкіметтен бөлінетін жәрдемақы, пәтерақы мен азық-түліктен ақ артылмайды. Айжан кімнің үйінде жұмыс табылса сонда жүрді. Үй жинау, үй ақтау, жазда банка жауып қосымша тиын тебенін тауып отырды. Қыс түскелі бұл жұмыстарда тоқтап, Айжан жұмыссыз қалды. Үйдің қабырғалары опырылып, ас үй көгеріп отбасының мазасын кетірді. Осындай үйге келіншек айына 40 000 теңге төлеп отырады. Үй иесі де мейірімнен жұрдай біреу. Жөндеу жұмысынан қашып, пәтер ақысы таяған кезде алдына жан салмайды. Соңғы күнде жейтін тамақтары да бітуге таяу. Дүкенші Вера да бұларға қарыз беруден бас тартты. Төленбей қалған қарыздары барсында. 3 балалары тамақ сұрағанда, Айжанның есі шығып не істерін білмей қалады. Соңғы қалған 5-6 картопты қуырып, балаларын алдағандай болды. Өзі қара сумен қоректеніп жатты. Айжан анасына хабарласып, аз да болса қарызға ақша сұрады. Жалғыз анасынан басқа келіншектің еш жақыны жоқ. Ағасы орыс әйелін алып соның соңында кетті. Басқа түссе баспақшыл деп, анасы жылай-жылай оған да көнді. Қызы ақша сұраған сайын жүрегі сыздап, зейнетақысының бір бөлігін береді. Шиеттей, әкесіз қалған балаларды аяйды. Бұл жолы да, нанға ақша таппай отырмын анашым, деп жылаған қызының сөзі ана жүрегін жұлып алардай болды. Дәріден атылған ақшасын көршісі арқылы қызына салып жіберді. Ақыры қарт ана жаны байыз таба алмай, Айжанды суық, көгерген пәтерден өз шаңырағына көшіріп алды. Әкесінен қалған қара шаңырақ ескі болса да, жалдамалы пәтерден тәуірлеу. Жылы үйге келіп, балалардың да берекесі кіріп қалды. Қарияда тірліктен қолы босап, уақытылы демалды. Айжан іштей анасына да жаны ашып жүрегі ауырды. Сенім артқан ұлы кетіп, қызы да жесір қалды. Анасы оның бәрін айтпағанымен, жанарында уайым тұрды. Қан қысымы бірде жоғары, бірде төмен. Ай сайын дәрігер қарап, дәрілерін беріп отырады. Ойламаған жерден Рахима әжейдің ұлы келді. Қасында бұрынғы шүлдіреген көк көз орыс әйелі. Ұлынан көңілі қалған қарияның Нұржанға іші жылай қоймады. Рахима әжей бұл шаңырақта көп тұрақтай алмады. Орыс келіні үйдегілердің барлығын отырса опақ, тұрса сопақ қылып, Айжан мен балаларына мүлдем тыныштық бермеді. Әкесі көзі тірісінде қара шаңырақты ұлына жасырып, содан Нұржан үй менікі деп бәрін үйден қуып шықты. Рахима көз жасын көл қылып, қызын, немерелерін алып қалаға Бәтес сіңлісінің үйіне келді. Далада қалған әпкесін аяп, Бәтес қолынан келгенше көмектесті. Қаладан арзандау деген пәтерге сөйлесті. Айжан мен анасы бөлек шығып, өз күндерін ептеп көріп жатты. Үйінің берекесін алған ұлын Рахима әжей өлеге санады. Күн көзі жылынып, балалар да сыртқа шығып мәз. Айжан өзіне бірнеше жерден жұмыс іздеді. Дайын жұмыс келіншекке бірден табыла салмады. Көктемде аяқталып, жадырап жаз келді. Айжан үлкен бір байдың үйіне үй жинаушы болып орналасты. Балаларын анасы қарады. Есіктен кіре, өңім бе түсім бе, деп таңырқаған Айжан бірінші күні кешікпей
айтылған мекен жайға келді. Бұрын соңды мұндай зәулім сарайды Айжан тек кинолардан ғана көретін. Үй иесінің көмекшісі Айжанға не істеу керектігінің барлығын түсіндірді. Мұндай үйдің тазалық жұмыстарының өзі пысықтық пен жауапкершілікті талап етері сөзсіз деп, Айжан бар ісіне мұқият болуды ойлады. Байлардың өмірі расымен де ертегідей еді. Үй иесінің бірнеше бизнесі бар екен. Әйелі де іскер адам сияқты. Айжан ерте келіп, үлкен үйге тазалық жұмыстарын жүргізеді. Қолы босай қалса өзге де жұмыстарды жасап, бұл үйге барынша адал қызмет жасап жүрді. Қожайынның әйелі Диана гардеробын реттеткізіп, керек емес киімдерін тастауды Айжанға тапсырды. Не деген киімдер? Арасында тіпті киілмегендері де бар. Диана да Айжан сияқты арықша келген келіншек еді. Айжан бірінен өткен бірі көздің жауын алатын киімдерді тастауға қимады. Ұят та болса сылқым әйелден оларды өзіне сұрап алуды жөн көрді. Диана ханым, керек емес болса мен өзім алайыншы, деп оның әмірін күтті. Диана сөйлеуге ерініп, не істесең оны істе, мен гардеробыма жаңа бренд киімдер салуым керек, деп сөзді қысқа қайырды. Үлде мен білдеге оранған әйел үшін киімде, қымбат әшекей бұйымдар да бір басынан асып түсерлікте еді. Апта сайын қонақ күткен байлардың да келетін кісілері өңкей дөкейлер. Бірі банкир, бірі бизнесмен. Айжан аспазбен тез тіл табысып алды. Түсінігі мол келіншек өзі сияқты қарапайым жандар қатарынан екен. Артылған, желінбей қалған тағамдарды ысырап қылмай Айжанға беріп тұрды. Тәтті аш жегелі, балалардың да реңдері кіріп, адам қалпына келіп қалды. Жыртық үйдің құдайы бар дегендей, Алла Айжанның көз жасын көргендей. Алғашқы жалақысын алған Айжанның қуанышында шегі жоқ. Күндегіден бар шаруаны көңілдірек жасап үйіне баруға асықты. Жолай дүкенге соғып балаларына тәттілер мен анасы екеуіне шай ішуге үлкен торт алды. Рахима әже қызының шырайлы жүзін көріп, Аллаға шүкіршілік етті. Балалар тәттілерін жеп алып, асыр салып біраз ойнап ұйықтап қалды. Айжан анасымен біраз сырласып шай ішті. Ұйқысын қимай жатқан Айжан амалсыз орнынан тұрды. Жұмысына ерте барып, өзіне жүктелген шаруаларын аяқтау керек. Бай үйінің отымен кіріп, күлімен шығу оңай шаруа болмаса да, балалары үшін бәріне шыдау керегін Айжан о баста түсінген. Күндегісінен ерте келіп, Айжан есіктен кіре, сылқым ханымның айғайын естіп үйге асыға кірді. Таңғы асы күндегісінен кеш дайындалып, сол үшінде аспаздың жанын шығарып, Диана зәулім сарайды басына көтере айғайлауда. Өңкей жалқау немелер, айлық не үшін төлеп отырық сендерге, бір істі тындыра алмасаңдар. Бұл соңғы ескерту саған, деп төмен қарап тұрған аспазшы Фатима апайды сөзімен қуырып барады. Сылқым әйел үйден шыққанша қызметшілер тікесінен тік тұрды. Анасындай адамды адам құрлы көрмей жекіргені Фатима апайдың жүрегін ауыртты. Шай демдеп қасына Айжанды шақырып алды. Бұл байлар бізді күң ретінде көреді. Бір күні тырнағасынан кір іздеп, саған да ұрынары сөзсіз Айжан. Ақ саусақ әйелдің ауыр сөздерін көңіліне алып қалма жарқыным, деп келіншекке өзінің ақыл кеңесін жеткізді. Қожайындары келгенше Айжан үйдің ішін мұнтаздай етіп жинап шықты. Бүгінде ерекше қонақтар келетінін ескерткен Диана аспазшыға бірнеше шетелдік тағамдар тізімін берді. Өзі үлгермейтін болған соң, Фатима қасына Айжанды шақырып көмектесуін өтінді. Айжан өз шаруаларын аяқтап ас үйге келді. Ұсынылған ас мәзірлері де аяқталып дастархан жайылды. Бұл жолғы келген қонақтар күйеуінің шетелдік достары екен. Ішінде сарысы да, қара нәсілдісі де бар. Айжан өмірінде бірінші рет қара нәсілді адамды көріп денесі тітіркеніп кетті. Айжан демалыс күні аз ғана уақытқа сұранып балаларын бастан аяқ киіндірді. Екі ұлы да мектеп жасында болған соң, керек заттарының бәрін алып, ұлдарын мектепке даярлады. Аналары жұмысқа тұрып, Сәбит пен Сағидың киімдері де бүтінделді. Енді екеуі бірінің киімін бірі кимейтін болды.
Кішкентай қызы еңлікке де анасы бір сыпыра жылы киімдер алып берді. Рахима әжейдің өз зейнетақысы өзіне жетіп отырды. Уақытында дәрілерін алып, қызы қарсы болса да арасында немерелеріне азық-түлік алып беріп отырды. Балаларын киіндіріп көңілі жайланған Айжан түскі асын іше сала жұмысына шықты. Зәулім сарайдың үлкен бақшасының жұмыстары да әзірге Айжанның мойнында. Әзірге қожайындар ол жерге тәуір адам таппады. Алдына келген бірнеше қызметшілер Сылқым ханымның көңілінен шықпады. Айжан келе сала талдар мен гүлдерді суаруға кірісті. Сан түрлі гүлдер адам көңілін бірден көтереді. Жас кезінде әкесі бақша жұмыстарын құлшына жасайтын. Айжанды ол кездері бір елі қасынан қалдырмайтын. Әкесінің сол қасиеті қызының да бойында. Еккен гүлдері бірден құшақ жая құлпырып шыға келеді. Сылқым ханымға Айжанның бұл қабілеті ұнап та қалды. Өзі де гүлдерге жақын. Қас қарайғанша бақшада жүрген Айжан киімін ауыстырып қайтуға ыңғайланды. Қатты шаршаған секілді. Үйге келе сала, кешкі асында ішпестен шаршаған келіншек бірден ұйқыға кетті. Қалжырап шаршаған қызын Рахима әжей тіпті аяп та кетті. Күз келгелі, үй шаруасынан бау-бақша мен сырттың жұмысы көбейіп, Айжанның шаруасы шаш етектен. Қожайындар бүгін күндегіден ерте келді. Асылбек Темірбекұлы, Диананың күйеуі, мықты бизнесмен. Қақпа ашылып, көліктер әдеттегідей ішке кірді. Көліктен Асылбек пен Дианадан басқа бұрын-соңды көрмеген 3 адам түсті. Фатима апай Айжанға бұл екеуі шетелде оқитын қожайынның ұлы мен қызы. Анау жасы егделеу келген кісі Асылбек Темірбекұлының әкесі деп бейтаныс адамдарды таныстыра бастады. Әкелері де бұрыннан осында тұрады екен. Әйелі бірнеше жыл бұрын қайтыс болып, екінші рет қожайынның әкесі отбасын құрмапты. Бизнес жолын әрі қарай ұлы жалғастырып отыр екен. Өзі денсаулығын күтіп, жыл сайын шетелге шығып қыдырып тұратын көрінеді. Биыл да сол әдеті бойынша демалып үйіне оралыпты. Айжан Фатима апайға байлар шетелге шығуды шемішке шаққан горлы көрмейтін шығар, деп әңгімесін әзілмен жалғастырды. Егделеу кісі денсаулығын расымен де күтіп қалған жан екен. Күнде таңертең жүгіріп жүргенін Айжан бірнеше рет байқап қалды. Күздің салқын таңымен Айжан бірінші жұмысын кезекті бау-бақшадан бастады. Қурап келе жатқан гүлдерді жұлып, түскен жапырақтарды сыпырды. Ту сыртынан әлдекімнің «Ісіңізге сәттілік» деген даусынан Айжан селк ете қалып, оқыс бұрылды. Қожайынның әкесі екен. Келіншек не айтарын білмей алғашқыда сасқалақтап, «Рахмет» деп басын изей салды. Өзі сөзшең кісі көрінеді. Айжанның қасына жақындай келіп әңгімесін одан әрі жалғады. Бір кездері менің де марқұм болған жан-жарым бау-бақша ісіне пысық жан еді, деп өткен өміріне бір шолу жасады. Әлден уақытта өзін таныстырды. Менің есімім Темірбек, Асылбектің әкесімін деді. Айжан да өзін таныстыруға ыңғайсызданып, мен осы үйдің қызметшісімін, деп төмен қарады. Қасындағы кісінің сөзі, көзі ашық, көкірегі ояу азаматтың сөзіндей. Жас кезінде қазіргіден де көрікті болса керек. Бурыл тартып қайрылған шашы, жастық шағының куәсіндей. Қожайынның әкесі мен Айжан ортақ тіл табысып кеткен сынды. Екеуі де әзілге жақын жандар болып шықты. Темірбек Айжанның шынайылығы мен еңбекқорлығына тәнті болды. Айжанмен сырласқалы өзін жеңіл сезініп, көңіл күйінің жадырап жүргенін де сезді. Жастар өзімен өзі, шетелден аз ғана уақытқа келген немерелері де оқуларына кетті. Келіні мен ұлының өз бизнестері бар. Бастары анда-санда бірігетін отбасының әңгімелері де қысқа. Сондықтан да Темірбек шай ішуге қасына серік етіп Айжанды шақырады. Айжанның жеке басына қатысты сұрақтар қоя алмай жүрген Темірбек ақыры оны да қойды. Айжан бастан өткен қиындыққа толы өмірін еш бүкпесіз жайып салды. Жас келіншектің осыншама қиындықты мойымай көтеріп келе жатқанына Темірбек бір жағынан таңырқаса, бір жағынан аяп отыр.
Балалары үшін осы үйде қызмет етіп жүргеніне 1 жылдан асыпты. Айжанның әңгімесінен кейін Темірбек ұзақ ойланды. Келіншекті жар етіп алғысы да келді. Әзірге басы жерге тиіп тұрмағанын, денсаулығының да бір қалыпты екенін өзі жақсы біледі. Екінші рет неге бақытты болмасқа, деп өзіне жігер де беріп қойды. Уақытты көп созбай, әңгімені бірден ашық айтқанды ұнататын Темірбек Айжанға өз ұсынысын білдірді. Келіншек қатты таңырқады. Тіпті не айтарын білмеді. Тіпті ренжігендей болып отырған орнынан тұрып та кетті. Үйіне көңілсізде оралып, анасына бар мән жайды айтты. Анасы қызына тек өз жүрегіңді тыңда, деп әрі қарай ақыл кеңесін бере алмады. Не де болса берілген мүмкіндікті пайдаланып, Айжан отбасын құруға келісімін берді. 50-ден асқан Темірбек үшін бұл бақытты сәттердің бірі еді. Ұлы мен келіні бұл жаңалықты естіп, әкесіне тіпті өз қарсылықтарын да білдірді. Ұлы Асылбек ашулана, «Әке, жасыңыз келгенде сізге не болған? Үйлену керек болса, не бір өзіңізге сай адам көп қой. Бұл қызметшіні не қыласыз?» деп өз ренішін білдірді. Темірбек бұлардың бір сөзінде елеген жоқ. Айжан екеуі мешітке барып некелерін қиғызды. Қала сыртынан үй алып, Айжанды анасы балаларымен сонда көшірді. Өсіп келе жатқан балаларды Темірбек өз балаларындай көрді. Айжан өзінен үлкен отағасын сыйлап, жақсы жар бола білді. Көп жылдар бойы жалғыздықтан шаршап, жар қызығын көре алмаған Темірбек өте бақытты еді. Айжан да күннен күнге құлпырып, бұрынғыдан жайқала түсті. Темірбек отбасының жағдайын кереметтей жасады. Балаларды жақсы, білімді, ақылы мектептерге берді. Бір кездері күң әйел болып, өмірдің талай ащы запыранын тартқан Айжан, бүгінде көздері бақыттан жайнаған гүл әйелге айналды. Әкелерінің бақытты екеніне көзі жеткен ұлы мен келіні, әкелерімен бұрынғыдай қайта араласа бастады. Бақыт деген байлық пен мансаптан емес, кіршіксіз сезім мен адалдықтан тұратынына Темірбектің көзі тағы да жетті. Соңы. Авторы Алима Есенқұл.